Келдіңіз, көңіл күйіңіз қалай? Сәлеметсіз бе? Өте тамаша, керемет. Мен өзім таныстырып кетсем, мен бұл мектептің парламент мүшесі, құқық министрі Ситкайзына Аружан боламын. Сіз қай мектептен келдіңіз және қысқаша нұсқаша өзіңіз туралы айтып кетсеңіз? Өте тамаша. Мен осы қаламыздағы, Шәкәрім атындағы номер 5 гимназиядан келдім. Сол жерде тәрбиесінің орынбасары болып жұмыс жасаймын. Атым Жазира Мантайқызы. Сіз бұл мектепке кірерде қандай әсер алдыңыз? Мен осы мектепке ең бірінші рет келіп тұрмын. Өте керемет, жаңа мектеп, үлкен ғимарат, сондай жақсы бір үлкен жерге келгенді сезініп тұрмын. Және осы болатын семинардан жақсы нәтиже күтем. Табиғи мұраға ұқыптылықпен қарауға және табиғи ресурстарды үнемдеп әрі тиімді пайдалануға тәрбиелеуге және еңбекқорлыққа баулу дегенді қалай түсінесіз? Бұл енді қазір сіздің айтып кеткен, санамалап кеткен әрбір айтқан дүние, оны жекелеме қарастыру керек деп ойлаймын. Ең бірінші табиғатқа жаңағыдай ұқыпты қарау дегеніміз біздің қоршаған орта, жасыл экологияны айтамыз. Міне сол дүниелердің барлығын болашаққа жеткізу үшін ол дүниеге қамқорлықпен қарау керекпіз. Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Сәлеметсіз, көңіл күйім өте жақсы. Мен өзім таныстырып өтсем, мен мектеп парламент ұйымының мүшесі, мәдениет министрі Тілегенқызы Ақтотымын. Жалпы қай мектептен келдіңіз, өзіңіз жайлы айта кетсеңіз? 31-ші жалпы орта білім беретін мектебінен келдім. Тәрбиесінің меңгерушісі, аты жөнім Жұмабаева Эльмира Серказовна. Рахмет. Ата-ана өсиетін тыңдауда, отбасы татулығы мен берекесін қадірлеуде, президент парызын өтеуі, тәрбие туралы сіз жалпы не айтасыз? Қазіргі кезде көп жастар негізі 21-ші ғасыр болғаннан кейін ұялы телефонға барлығы бағынып кетті ғой. Бірақ отбасының рөлі зор деп ойлаймын. Негізі әрбір балаға көңіл бөліп, және де бұрынғы ертегілерді, бұрынғы салт дәстүрлерді дамытса, онда баланың тәрбиесі зор болады деген ойдамын. Бүгінгі күніңізге сәттілік тілеймін. Рахмет. Қай мектептен келдіңіз және өзіңіз жайлы айта кетсеңіз? Мен Семей қаласы номер 6 гимназияда директордың тәрбиесі жөніндегі орынбасарымын. Бүгінгі осы шарада сіздерден қалай тәжірибе бөлісуге мақсатымен келіп тұрмыз. Біздің мектепке келген кездегі ең алғашқы әсеріңіз қандай болды? Мектептің ішінде алатын әсерлер өте көп. Мына жерде көріп тұрмыз, қанша наурызға дайындықтарды, бәрі жақсы, керемет. Жалпы ата-ана өсиетін тыңдауда, отбасы татулығы мен берекесін қадірлеуде, президент парызының өтелуі, тәрбие туралы не айтасыз? Қазір ата-ана мәселесі, президент парызы өте ауқымды тақырып. Ата-аналармен көп, мектеп пен ата-ана арасында көп жұмыс жасалу керек деп ойлаймын. Ата-ана мен ұстаздар тығыз қарым-қатынаста болу керек. Сол өте ауқымды тақырыпта жақсы семинар болады деп ойлаймыз. Мен мына іргелес сіздерге мектеп Водныйда орналасқан 34-ші мектептен келіп отырмын. Тәрбиесінің меңгерушісімін. Бүгінгі өтетін семинардан қандай үміт күтесіз? Мен бір жаңалық күтудемін. Жақсы дайындықпен семинарды өткізгелі жатыр деп шет жағасын естігенмін. Ұжым, әкімшілік, оқушылар қауымы мықты бір бізге инсайт алып кететіндей нәрсе көрсететін сияқты. Осы ұлттық мұрамыз қазақ тілі және де осы сүйіспеншілік, елге сүйіспеншілік, мемлекетшілдікке тәрбиелеуді қалай көресіз? Ол енді ең бастысы отбасындағы тәрбиені біз мектепте ұлттық құндылықтар арқылы дарытуымыз керек сияқты. Соған бар күшімізді салып жатырмыз ғой қазір. Жақсы, рахмет. Бүгінгі күніңізге сәттілік. Рахмет.